Взвод командирі сыныптың түгелдігін анықтап, маған байында. Кіріс. Взвод, реттел. Реттелуді доғар. Түзел. Тіктел. Назар, ортаға. Сержант Мырза, екінші взвод алғашқы әскери сабақ дайындығына сапқа тұрғызылды. Жалпы саны 25, сапта тұрған 23, 2 оқушы себепті. Баяндап тұрған взвод командирі Сұлтанбеков. Армысыздар, құрметті оқушылар. Sağ olun deyimiz Sержант Мырза. Еркін тұр. Еркін тұр. Взвод командирі саптық тексеріске кіріс. Бірінші қатар, 2 адым. Екінші қатар, 1 адым. Алға, 1 адым. Бас. Взвод командирі екінші, үшінші бөлімше саптық тексеріс өткіз. Хоп болады. Екінші взвод, екінші бөлімше. Оқушы Ағабек. Арыз шағым жоқ. Екінші взвод, екінші бөлімше. Оқушы Қайырбек, арыз шағым жоқ. Серікбайұлы, арыз шағым жоқ. Рол. Екінші взвод, бірінші бөлімше, оқушы Ағабек, арыз шағым жоқ. Екінші взвод, екінші бөлімше. Оқушы Маматова, арыз шағым жоқ. Екінші взвод, бірінші бөлімше, оқушы Әлібаев, арыз шағым жоқ. Екінші взвод, бірінші бөлімше, оқушы Әлібаева, арыз шағым жоқ. Екінші взвод, бірінші бөлімше. Оқушы Құнанбайқызы, арыз шағым жоқ. Жақсы. Екінші және үшінші бөлімше түгелденді. Еш арыз шағым жоқ. Еркін тұр. Взвод командирі бөлімшені бастап қалыпқа тұрғыз. Хоп болады. Бірінші және екінші бөлімше бастапқы қалыпқа. Адым, бас. Құрметті оқушылар, бүгін жаңа тарауды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаңа тарау, саптық дайындық тарауы, оның ішінде сап және оның элементтері деген жаңа тақырып өтеміз. Түсінікті ма? Взвод командирі бөлімше бойынша сыныпқа алып кіргізіп, топпен отырғыз. Бөлімше 10 қапталдан бастап бір-бірден сыныпқа. Адым, бас. Взвод, тіктел. Еркін тұр. Еркін тұр. Взвод. Бас киімді шеш. Отырыңдар. Мен. Бөлімшеден рота бойынша тәуліктік кезекшін тағайында. Хоп болады. Сосын 12 минутта ауыстырып тұр. Хоп болады. Кіріс. Құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа сабақ, жаңа айтып өттім сіздерге, сап және оның элементтері, саптық дайындық тарауы. Бірақ біз ол жаңа сабақты бастамас бұрын алдыңғы сабақты еске түсіріп аламыз. Алдыңғы сабақта қандай тапсырма берілген бірінші бөлімше? Оқушы Ағабек, алдыңғы сабақта экстремизм және терроризм, ұлттық қауіпсіздіктің себеп салдарын Жарайсың, отыра ғой. Алдыңғы сабақта, құрметті оқушылар, біз экстремизм, терроризмге байланысты жаңа сабақ өткен болатынбыз. Өте қазіргі саясатқа, қазіргі жағдайға өте тығыз байланысты сабақ, білесіңдер. Қазіргі терроризмнің, экстремизмнің өршіп тұрған заманы, оны жақсы білесіңдер. Мынау жақында ғана Ресей мемлекетінде, Ижевск қаласында осындай жағдай орын алып, мектепке шабуыл жасалды. Одан да алдында көптеген жерлерден мектепке, басқа да ғимараттарға шабуылдар жасалып жатты. Мінекей, осы тақырып аясында біз осындай жаңа тақырып өткен болатынбыз. Осы тақырыпты біз еске түсіру мақсатында сіздерге сұрақтар қойып, тақырыпты шолып өтейік. Бірінші бөлімше сіздерге бірінші сұрақ қойылады. Экстремизм дегеніміз не? Кім жауап береді? Айта ғой,
мен маңызы экстремизм дегеніміз қоғам құрылымдар мен институттарды жоюға және оларға қарсы шығып жүрген ұғымдар. Рахмет. Тағы да қосып-аларлар бар ма бірінші бөлімше? Айта қой. Қошанымызбен жалпы экстремизм төртке бөлінеді, ол саяси, діни, экономиялық және экологиялық. Жақсы, тұра ғой. Екінші бөлімше сіздерге сұрақ қойылады. Экстремизмнің қандай түрлерін білесіздер және олардың ерекшелігі неде? Мен оқушы Ахмет. Экстремизм түрлері саяси, экономикалық, діни және де экологиялық. Үшінші бөлімше қосып-аларлар ма? Мен оқушы Жарқынбек. Экстремизм мен терроризм бірдей емес, көбінесе көптеген экстремизмдер олар зорлық-зомбылықты пайдаланбайды. Ал терроризмнің бастапқы белгісі белгілеріне ол зорлық-зомбылықты пайдалану, яғни үрей және адамның жеке өмірі мен жеке басына қауіп төндіретін, өмірге қауіп төндіретін, бостандығына қауіп төндіретін шараларды қолдану. Жақсы. Сіздерге мен осы өмірдегі болып жатқан жағдайға байланысты бір сұрақ қояйын, осы экстремизмге байланысты. Мысалы, біздің мектебімізге сондай бір топ шабуылдап кіріп келді. Тура бөлменің ішіне кіріп келген кезде біздің әрекетіміз не жағдай жасаймыз? Егер сондай жағдай қайталанып жатқан кезде, сол терроризмдердің айтып жатқан сөздерін біз міндетті түрде қайталау керекпіз. Өйткені біз қорғайтын құрылыс мекемелері келген уақытқа дейін біз сол терроризмдердің айтқанымен, яғни сөздерін қайталап тұруға міндеттіміз. Дұрыс айтасың. Отыра ғой. Ал егер де мектебімізде немесе ғимаратта осындай бір байқап қалсақ, қолында бір қарулы немесе бір қара сөмкесі бар заттар пайда бола қалса, не істейміз? Әрекет. Оқушы мамандығы. Ондай жағдайда тез арада полиция қызметкерлеріне хабарлау керек. 102-ге немесе байланыс телефондары бар, немесе тез арада үлкен тәрбие бөліміне, немесе жаңағы үлкен ағай-апайларға міндетті түрде мұғалімге тез арада ескерту керек сол жағдай. Жарай ма? Отырыңыздар. Ал енді құрметті оқушылар, жаңа сабағымызға көшейік. Бізде жаңа айтып өттім, жаңа тарау, саптық дайындық тарауы және жаңа сабағымыз сап және оның элементтері. Сап дегеніміз не? Міне, осы сабақты бастамай тұрып сіздерге 5 минуттық видеороликті ұсынғым келіп отыр. Көріп тамашалаңыздар, мүмкін бірден түсіне қоясыздар. Саптық дайындық әскери тәртіпті үйретудің маңызды пәндерінің бірі. Ол жауынгерлерге саптық курста, оқытылықта, жинақылықта, тәрбиелерінде бөлімше құрамында жекелеген саптық тәсілдер мен үйлесімді қимылдарға дереу және тез арада қорғауды бағытталған. Саптық дайындық қалаумен және қалаусыз жекелеген саптық жаттығуларды, машиналарда және жаяу режимдегі қимылдар кезінде бөлімше, есеп тобы, экипаждар, атыс және жедел жұмыс тобында сапта тұру. Саптық дұрыс саптар немесе тектор пәрмені бойынша талданады. Осы пәрмен бойынша тығыздалмай еркін тұру керек. Өкшелерді қосып, аяқтың ұшын маңдай шеттің сызығы бойынша табанын. Құрметті оқушылар, жаңа өздеріңіз көрген видеодағыдай, сап дегеніміз не ол? Саптың қандай элементтері бар? Қанша қатарлы сап бар? Сапқа қалай тұру керек? Және саптағы қимылдар, саптағы әрекеттер, бір орында тұрғандағы қимылдар, бұрылыстар, сап деген қанша қатарлы болу керек? Саптың аралығы, саптың ара қашықтығы, сап ені, қаптал, маңдай шек, осындай саптың элементтері бар. Құрметті оқушылар, біз олардың бәрін элементтердің бәріне жеке-жеке тоқталмай тұрып, біз сап дегеніміз не екенін қазір ұғып алайық. Сап дегеніміз не ол? Мына жерде өз алдарында жазылып тұр. Сап дегеніміз әскери қызметшілердің, бөлімдер мен бөлімшелердің жардыммен белгіленген өзара іс-қимыл жасаулары үшін жаяу тәртіптегі орналасуы. Түсіндіңіздер ме? Жардыммен белгіленген әр оқушының өзінің тұратын орны болу керек сапта. Деген 2 қатарлы және 3, 4, 5 қатарлы болып, оқушының немесе взводтағы әскери қызметшінің көлеміне қарай көбейіп кете береді. Үшінші құрметті оқушылар, мен бірінші бөлімшеден қатар жасап сіздерге көрсеткім келіп отыр. Бірінші бөлімше, тұрыңыздар.
Tez kelе koyыңыздар. Бой бойымен бір қатарға тұра аламыз. Мен осы жерде мысал ретінде көрсеткім келіп отыр. Қатар дегеніміз жаңа ғана мен ережесін айттым. Әскери қызметшілердің белгіленген бір сызық бойынша, бір түзу сызықтың бойында, бірі екіншісінің жанында белгіленген бір аралықты сақтап орналасуы. Міне мынау балдар бізде қатар болып есептеледі. Қазір біз осы жерде сіздермен көріп көреміз қатарлы саптар. Бірінші, екінші, үшінші бөлімше. Тұрыңыздар. Бөлімше, тәптер, еркітір, солға. Құрметті оқушылар, біз екінші және үшінші бөлімшеден екі қатарлы сап құрдық қазір. Міне мынау, екі қатарлы сап болып есептеледі. Оға. Міне, құрметті оқушылар, мынау бізде екі лекті сап болып есептеледі. Екі лекті сап болып есептеледі. Енді бұл, жаңа қазір ғана мен ережесін айттым, міне, әскери қызметшілердің бір-бірінің ту сыртында, яғни арт жағында деген сөз, ту сыртында белгіленген арақашықтықты сақтап орналасуы. Арақашықтық дегеніміз, міне, қолды созу арқылы, алдыңғы әскери қызметшіге қолын созу арқылы арақашықтықты сақтап аламыз. Ал аралықты жаңа айтып өттік, бір алақан сиятындай аралық болу керек. Взвод, оңға. Екі қадам адым, бас. Тағы да бір элементтер бар саптың. Сап ені, сап тереңдігі және тұйықтаушы, бағыттаушы деген элементтер бар. Құрметті оқушылар, саптың элементтері түсінікті болма? Үйретем екі қатарлы сапқа. Бірінші, екінші деп саналып аламыз, басынан бастап, саптың қатардың басынан бастап саналып аламыз. Сосын бар командирдің, немесе оқытушының бөлімше екі қатарға саптал, бір қатардан екі қатарға саптал, екі қатардан бір қатарға саптал деген пәрмендері бойынша біз келесі әрекеттерді орындаймыз. Қазір біз бір қатарлы саптан екі қатарлы сап құрамыз. Саналып алайық. Бірінші, екінші. Енді бір қатарлы саптан біз екі қатарлы сапты қалай тұрғызамыз? Екі деген номерлер артқа сол аяқпен бір адым және бірінші нөмірдің артына тұрады. Екі деген номерлер. Түсіндіңіздер ма? Артқа сол аяқпен бір адым және оң аяқпен бірінші нөмірлі әскери қызметшінің артына тұру арқылы екі қатарлы сап құрамыз. Bir қатардан, екі қатарға саптал. Екі қатардан, бір қатарға саптал. Асықпаймыз. Керемет. Бөлімше бойынша топ болып отырғыздық. Бірінші бөлімшеміз автомат тобы, екінші бөлімшеміз граната тобы, мінекей. Үшінші бөлімшеміз пулемет тобы деп үш топқа бөлген болатынбыз. Үш топта жақсы белсенді сабақ айтуы, сабаққа белсенді қатысуы сіздерге көп рахмет айта отырып, бүгінгі сабақта қорытындылаймыз. Қорытынды есебінде мен сіздерге кішкене ғана ойын ұйымдастырып келдім. Сіздер бір қатардан сызғатыңыздар. Мен сіздерге қазір бөлімше деп бір пәрмен берсем, сіздер орындайсыздар. Жай ғана бөлімшені айтпай пәрмен берсем, сіздер орындамайсыздар. Келістік па? Солай. Бөлімше оңға, солға. Вот, мінекей біздің бір оқушымыз жарыстан шықты, отыра ғой. Екінші бөлімше келе отырды. Екінші бөлімше сіздерге пәрмен беремін.
Beri bұрыл. Бөлімше оңға. Солға. Dinleriniz dersten çıktı. Üçüncü bölümçe size dahil olduğumuzda size töleşsizler. İkinci bölümçe solga. Beri bұрыл. Birinci bölümçe oңға. Solga. Beri bұрыл. İkinci bölümçede ешқандай жарыстан қалатын түрі жоқ. Екінші бөлімше солға. Вот, мына баламыз асықпа. Жарысына шықты деп есептейміз. Қандай қалды? Сіз ойына шықтыңыз. Бізде бірінші бөлімше өте белсенді болып келе жатыр. Сабаққа өте қызығушылықтары жоғары болып. Екінші бөлімше кері бұрыл. Солға. Бөлімше солға. Отыра қойыңыз. Мінекей. Бұл қысқаша ғана, құрметті оқушылар, сіздердің зейіндеріңізге кішкене ой салып, кішкене сіздерге мынау бүгінгі жаңағыдай тақырыпқа бөлімше артқа бұрыл. Оңға, солға. Мінекей, екінші бөлімшенің оқушысы кім фамилия? Берғаныңыз Ағабекке қошемет көрсетіп қояйық. Екінші бөлімшенің бір өзі қалып жеңімпаз атанды. Бірінші бөлімшенің 5 оқушысы жеңімпаз қошемет. Сіздерге үйге тапсырма, үйге осы саптың элементтерін жеке-жеке дәптер бетіне түсіріп, және оған жеке-жеке ережелерін жазып, келесі сабақта дайындалып келіңіздер. Зоттып! Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар! Сау болыңыздар! Еркін тұр! Жақсы бара беріңіздер.